Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат Қазақстанның 2023 жылы жеткен жетістіктері туралы айтатын боламын. Ол біріншісі тарихи жеңіс. Қазақ балуаны Ризабек Айтмұхан еркін күрестен әлем чемпионы атанды. Еркін күрестен Қазақтан шыққан әлем чемпионы Қажымұқан Мұнайтпасов болса, егемен ел тарихында Ризабек тұңғыш алтын иегері атанды. Енді екіншісі шахматтан Әлішер Сүлейменов әлемнің ең үздік шахматшысын ұтты. 23 жастағы Әлішер Дохада болған Катар Мастерс Open турнирінің екінші кезеңінде әлемнің ең үздік шахматшысы Магнус Карлсенді жеңді. Тарихи жеңіс. Арайлы Мабенова самбодан әлем чемпионатында Қазақстан тарихындағы алғашқы алтынды алды. Аса ауыр салмақтағы әйелдер арасында финалда Ресей спортшысы Жанара Кусанованы 6-0 есебімен ұтқан. Келесі 14 қарашада елімізде халық саны 20 миллионға жетті. Деректер базасының мәліметіне сүйенсек, 14 қараша таңғы сағат 8:10-да дүниеге келген 5 сәби еліміздің 20 миллионшы тұрғыны атанды. Нәрестелер Ұлытау, Жетісу, Атырау, Ақмола және Түркістан облыстарында дүниеге келген екен. Футбол тарихында ұлттық құраманың тарихи жеңісі. Қазақстан жастар құрамасы Еуропа чемпионатын іріктеу кезеңінде жеңіске жетті. Ұлттық футбол құрамасы сырт алаңда Мальта құрамасын 2-0 есебімен ұтты. Келесі 1993 жылдың 12 қарашасында ұлттық валюта жайлы заң қабылданды. Ал 15 қарашадан бастап сауда-саттық құралы ретінде нарыққа енді. Димаш Құдайберген Қазақстанның халық әртісі атанды. Республика күні қарсаңында Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Димаш Құдайберген халық әртісі атанды. Футзалдан Қазақстан 2024 жылы Өзбекстанда өтетін әлем чемпионатының қатысушысы атанды. Кака шәкірттері іріктеу кезеңінде Әзербайжан, Румыния және Нидерланд құрамаларын жеңіп, финалдық кезеңге жолдама алды. Ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.